Сөз саптауың дара болып, стресстен ада болып, ұзақ өмір сүріп, миыңыздың жұмысына пана болу үшін кітап оқудың маңызы зор. Ғалымдар нақты зерттеу жүргізіп, мұның рас екенін дәлелдеп тастаған. Ал қазір әлем желілерімен әлек болған әлеумет көркем әдебиетті ұмытқан сияқты. Кітапқа үңілген жанды некен саяқ кездестіріп жатамыз. Соның әсері ме көп ашуланшақ, көрген ұмытып қалады, жазу мен сөйлеуінде сан қате. Грамматикасы ақсап, орфографиясы оңбай кеткендердің көбі сол түрлі желілерге тиесілі уақытын текке өткізіп жатқандары. Ал біз кітапхана саласына ғұмырының жартысын арнаған жақсы адамды әңгімеге тарттық. Жақсылық Жасұланұлы айтсын. Бақытгүл Сынабаева саналы ғұмырының 30 жылын кітапхана өміріне арнаған, 90-шы жылғы тоқырауда қоғамның рухани тірегіне айналып, күні бүгінге дейін ойлы оқырманның олжасы іспетті. Ол білім мен мәдениеттің, тарих пен әдебиеттің дәнекері, жүрегі таңдаған саладан жабыққан, қиналып қамыққан кезі жоқ. Мен өзім кітапханашы болғаныма мақтан тұтамын. Кітапханашы сырт көзге қарағанда қарапайым кітапханашы болып көрінеді, бірақ та бұл кітапханашысының миссиясы ауқымды. Мысалы, мұғалім сабағын береді, кетеді. Ал кітапхана көпір, ол жан-жақты. Ол химикті, биологты, историкті. Руханият бағының бағбаны әрбір сөрені 5 саусағындай білет, том-том кітапты тауыспаса да танысып оқыған байқалады. Дегенмен заман ағынымен кітапханашының да қызметі түрлене түскен, кітапты қабылдап алумен қатар, оны цифрлық жүйеге тіркеу міндетті. Тың технология салаға енгелі маманның керегіне деп кертартпа пікір айтатындар да табылады. Қазір мен келсем, бәрі айтады, сандық нұсқаға аударылды, цифрлық бағдарлама, жүріп жатыр, кітапханашының қажеті бар ма деген, міндетті түрде бар. Сандық нұсқауға аудару үшін кітаптарды кім жұмыс жасайды? Міндетті түрде кітапханашы жұмыс жасайды. Сол себептен болашақта егер кітапханашы тілді игеріп, жаңа технологияны жақсы игерсе, ең құнды мамандықтардың бірі деп санаймын. Қасиетті қазынамызды көзінің қарашығындай сақтаған кітапханашылар абыройлы мамандық иелері, тек оларға 30 жылда оңтайлы жағдай жасалмады. Тек соңғы 4-5 жылда мәдениеттің мәйегіне бетбұрыс білінді, дегенмен мәселе әлі де бар. Проблема жоқ деп айта алмаймын, проблема бірінші кадр мәселесі. Өзің айтып тұрғандай, кітапханашыға деген осы 30 жылдың үстіндегі тәуелсіздік кезінде азайды қоғамдағы пікір. Кім баласын кітапханашыға жібереді? Өйткені жалақысы аз, қоғамда еленбейді, мұғалімдерден төмен тұрамыз. Мемлекет басшысы әр сөзінде асыл қазынаның сақшыларына көңіл бөлуді тапсырып келеді. Соңғы сөзінде еліміздің ірі қалаларында тәуліктеп жұмыс істейтін кітапхана салуды міндеттеді. Өйткені кітапхана тұлғаның шығармашылығымен танысып, тарихпен сусындайтын қасиетті мекен. Ақын жазушылармен кездесіп жатады. Бір жағында біздер өзіміздің тренингтарымызды жүргізіп жатамыз, кәсіби тренингтарымызды. Сонымен қатар балалар өздерінің ауқымды шараларын өткізіп жатады. Сол себептен сұраныс бар, оқырмандар келеді. Сарқылмас қазынаның сарқылған тұстары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева да жасырмады. Премьер-министрдің орынбасары кітап қорының аздығын айтып кейді. Өйткені араны ашылған авторлар атауын өзгертіп мың түрлі кітап шығарған анықталыпты. Салдарынан балалардың сұранысына сай туындыға. Біз әр кітапхананың кітап қорын зерделеп шықтық. Шынымен мұндай өкінішті жағдайлар көп кездесті. Балалар өзі оқығысы келіп, іздеген кітабын таба алмайды. Балалардың кітапқа қызығушылығын арттырғымыз келеді, бірақ олардың сұранысын қанағаттандыратын дүниелер жоқтың қасы. Ол үшін толық деңгейде жағдай жасай алмай келе жатқанымызды ашық айтуымыз керек. Аида Балаева, премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі. Дегенмен қордың қолжетімділігі үшін қарапайым мамандар қапысыз қызмет қылып жатыр. Цифрлық форматқа ауысу ол ең бірінші, бір жеңілдететіні оқырмандарға қолжетімділік. Яғни қордың қолжетімділігі. Қазіргі таңда әр кітапхана өзінің күшімен өзінің қорын цифрлық форматқа айналдырып жатыр. Барлық өңірлік кітапханалар деп айта алмаймын. Кейбір өңірлік кітапханаларда жақсы сканердің жоқтың қасы. Парашютпен кітап уақытында ашылмаса пайдасыз деген. Ал сол білімнің қайнар бұлағын ашуға қапсыз қызмет еткен кітапханашылардың еңбегі ерен, жалақыға қарамай, жанаямай жұмыс істейтін мамандар қоғамда өз бағасын алуы тиіс, өйткені олар шын мәнінде ең жақсы адамдар. Ал жақсылар жақсымын деп айта алмайды. Жақсылық Жасұланұлы, Мақсұт Сарабаев, Асау жаңалықтар.